Баршаңызға сәлем. Достар, бүгін мынадай оңай браслет тоқитын боламыз. Бұл үшін бізге не керек? Бұл үшін бізге 3 мм хрусталіміз керек және бисеріміз керек. Жіп керек. Жібіміздің екі ұшына да ине тағып аламыз. Сөйтіп бастаймыз. Ал, кеттік онда. Бірінші мынадай застежка карабин тағатын жағынан бастайтын боламыз. Ол үшін 8 бисерімізді аламыз, қыстырып. 4, 5, 6, 7, 8. 8 бисерімізді қыстырып алдық. Жібімізге 9-шы бисерімізді, инемізді қарама-қарсы өткізетін боламыз. Сонда бізде карабин тағатын домалағымыз пайда болады. Енді инемізге тағы бір бисер алып, бұл бисерді да қарама-қарсы өткізетін боламыз инемізбен. Бұл не үшін? Бұл карабин тағатын домалағымызбенен браслетіміздің екі ортасын сәл ұзарту үшін. Бұл екіншісі міне. Енді инеміздің бір шетіне бір бисер, екі шетіне де бір бисерден аламыз да, одан кейін тағы былай, бір шетіне екі бисер аламыз, бір шетіне бір бисер аламыз. Екінші бисерімізді инемізбен айқастырып екінші рет жүретін боламыз. Сол кезде мына бір жағында бір бисер, екінші жағында бір бисер, екінші бисері ортақ болады екеуіне. Сонда бізде мынандай төрт бұрышты болу қажет. Сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Төрт бұрыш пайда болу керек. Енді бұған тағы бір бисерден өткізетін боламыз. Төрт бұрыштан кейін тағы да бір бисер аламыз да, оны да айқастырып өтетін боламыз. Сонда бізде мынандай болу қажет. Домалақтан мына екі бисер, төрт бұрыштымыз, одан кейін тағы да екі бисер бір-бірінің үстінен түседі. Енді бір бисерден аламыз. Екі инеге де бір бисерден аламыз. Сосын бір хрусталімізді аламыз. Хрусталімізді екі инеден де қарама-қарсы былай өткізетін боламыз екі инеменен. Енді тағы да бір бисерден аламыз. Сол жағында бір бисер, оң жағында бір бисер және екеуіне ортақ болатын тағы бір бисер аламыз. Оны әдеттегідей екі инеменен айқастырамыз. Сонда хрусталіміздің жоғарғы жағында да 3 бисер, астыңғы жағында да 3 бисер болады. Енді біз бір инемізді аламыз. Оң жақтағысына алып, міне. Оң жақтағы бисерден өтеміз. Өтіп аламыз да. Инемізге бір бисер аламыз да. Төменгі жақтағы тұрған 3 бисерден өтеміз міне. 1, 2, 3. Сонда біз хрусталіміздің екі шеті ашық болып қалады ғой. Асты 3, жоғары жағы 3 бисер болғаннан кейін. Сол ортадағы тұрған мынандай ашық жерді жауып жатамыз қазір. Мынандай ашық жер болып қалады. Сол ашық жерді жауып жатырмыз. Тағы бір бисер аламыз да. Жоғары жақтан біреу. Мынау бағанағы екінші инеміздің жібі.
міне бір бисерден өттік. Енді жеп тұрған бисерімізден өтеміз. Сонда біз бірыңғай хрусталімізді айналып өткенбіз. Енді тағы да бір бисер аламыз. Инемізге бір бисер аламыз да, осы бисерді инемен екі жағынан да бірдей екі инемізбен бір-біріне айқастырып өтетін боламыз тағы. Енді тағы да бір бисерден аламыз. Оң жағына екі бисер, сол жағына бір бисер. Оң жақтағы екінші бисерімізді екінші инеменен айқастырып өтетін боламыз. Болды. Ары қарай бәрі қайталана береді. Оң жағына бір бисер аламыз. Сол жағында бір бисер, оң жағында бір бисер. Хрусталь аламыз. Хрустальдан өтеміз айқастырып. Дәл осылай қайталанып кете береді. Өздеріңізді қажетті ұзындық пайда болғанға дейін карабин тағасыздар, сосын дәл осылай қайталап кете бересіздер. Менімен бірге болғандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Сіздеріңізге сәттілік.